Адам құқығы. Олар туралы қаншалықты жиі ойлайсыздар және олар туралы не ойлайсыздар? Егер сіз 21 ғасырдағы Қазақстанда тұрсаңыздар, онда сіз үшін бұл өмірге еш қатысы жоқ абстракты сөздер болса керек. Шын мәнінде, олар біздің өміріміздің ажырамас бөлігі болғандықтан, біз оларды солай болуға тиісті сияқты қабылдаймыз. Бүгін біз адам құқықтарының не екенін, олар қайдан шыққанын және не үшін қажет екенін анықтауға тырысамыз. Ду қол шапалақ. Біз бастаймыз. Адам құқықтары бостандық, теңдік, өзара құрмет және әділдік сияқты құндылықтарға негізделген. Бұл құндылықтар кездейсоқ таңдалған жоқ. Өйткені олар адамның лайықты өмір сүруіне жағдай жасайды. Дәстүр бойынша адам құқықтары 5 санатқа бөлінеді. Бірінші санат жеке құқықтар. Бұл өмір сүру жеке құқығы. Жеке басына қол сұғылмаушылық, жеке өмірге қол сұғылмаушылық және хат алмасу, некеге тұру және отбасын құру құқығы, ар-ождан және дін бостандығы. Адамның саяси құқықтары да бар. Олардың қатарына заң алдындағы теңдік, сөз және баспасөз бостандығы, өз елін басқаруға қатысу құқығы, жиналыстар бостандығы, өтініш пен шағымдану құқығы бар. Әлеуметтік экономикалық құқықтарға, еңбек құқықтары, отбасын, ана, әке мен баланы қорғау құқығы, әлеуметтік қамсыздандыру құқықтары жатады. Соңғы адам құқықтарының санаты мәдени және экологиялық болып табылады. Біріншісі жеке тұлғаның рухани дамуын қамтамасыз етеді. Бұл ғылым мен өнер бостандығы және оқыту еркіндігі. Экологиялық құқықтарға тиісінше қолайлы қоршаған ортаға құқық, қоршаған ортаның жай-күйі туралы шынайы ақпарат алу құқығы және экологиялық құқық бұзушылық салдарынан денсаулыққа немесе мүлікке келтірілген зиянды өтеу құқығы жатады. Сонымен, адам құқығы адамға адамдық қадір қасиетін сақтауға, яғни өмір сүруге, өз өмірін дербес басқаруға, өзінің экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарын жүзеге асыруға, қауіпсіздік пен әділеттілікте өмір сүруге мүмкіндік беретін негізгі шарттарды қамтамасыз етеді. Бірақ неге? Себебі, барлық адамдар тең және туғаннан азат болғандықтан, әрбір адам құнды. Бірақ олар қалай пайда болды? Және бізге бұл құқықтарды кім берді? Соны анықтап алайық. Алдымен адам құқықтарының бастауларын қарастыру үшін өткенге көшейік. Барлығы үлкен жарылыстан басталды. Жоқ, тоқтай тұрыңыздар, тым алыс кетіп қалдық. Ғаламшардағы бір жасушалы нәсіл дәуірінен бастап, өзінің табиғи құқығы, өмір сүру құқығы. Адамның қадір қасиеті туралы алғашқы көзқарас мыңдаған жылдар бұрын көптеген діни философиялық ілімдердің негізінде қаланған. Мысалы, конфуцийлік рен ізгілігі, адамгершілік, басқаларға деген мейірімділік деген мағынаны білдіреді. Содан кейін бұл көзқарастар әртүрлі мемлекеттердің заңдарына қабылданды. Адам құқығы жарияланған ең бірінші құжат Кир манифестін санаған дұрыс. Қазақстанда бір нұсқа бойынша оның басын Томирис патшайым кесіп тастағанмен белгілі болған. Сонымен, Кир біздің жерлерге саяхат жасамас бұрын, оның жетістіктерінің тізімін сазбалшыққа ойып салуды, сондай-ақ Вавилондағы құлдықты жою және нәсілдік теңдік пен дін бостандығын жариялау туралы манифестті бұйырды. Әрине, ежелгі дәуірдің ешбір құжаты бүгінгі біз білетін адам құқықтарына тіпті жақын емес. Біріншіден бұл заңдар әмбебап емес еді. Кейбіреулерге құқық қолданылса, басқалар үшін таралмайды. Мысалы, патшалар зиялыларға немесе қарапайым азаматтарға қарағанда көбірек құқықтарға ие болды. Өйткені олардың күші Құдайдан шыққан деп есептелді. Дегенмен, адам құқықтарының бастауларына қайта оралайық. Ежелгі философия адамның қадір қасиеті мен бостандығы туралы ілімнің ең құнарлы топырағы болып шықты. Сол кездегі өте маңызды ойды софист Протагор адам барлық заттардың өлшемі деген айтылуында тұжырымдалған. Тағы бір софист Антифон өзінің ақиқат туралы трактатында табиғат бойынша барлығы тең, варварларда, эллиндерде. Адамдар арасындағы теңсіздікті тудыратын табиғи заңдар адами заңдарға қарсы келетінін айтқан. Сөйтіп, бірте-бірте антропоцентризмнің, адам ғаламның орталығы деген идеяның негізі қаланды.
Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, Сенека, Марк Аврелий, Цицерон бәрі де адам құқықтарының негізін құраған идеялардың дамуына зор үлес қосты. Ал енді 12 ғасырдан бастап халық үкіметтері қалыптаса бастаған орта ғасырлық Еуропаға көшейік. Бұл Афина сияқты ежелгі грек саясаттарында болған, бірақ көптеген ғасырлар бойы ұмытылып кеткен нәрсе. Парламенттердің алғашқы прототиптері Шотландияда, Польшада, Леон корольдігінде және Парижде пайда болды. Жалпы, адам құқығының пайда болуы көбінесе мемлекеттіліктің дамуымен байланысты. Олар адам құқығы мемлекеттік машинаға қарсы тепе-теңдікке айналады дейді. Және бұл өте әділ байқау. 1215 жылы Англияның еркін тұрғындарының ақсүйектер арасынан шыққан ауқатты адамдардың заңды құқықтарын қорғайтын ұлы хартия қабылданды. Бұл құжат ағылшын зиялыларының корольдік билікті заңмен шектеу туралы талаптарының нәтижесі болды. Ал алдыңғы жылдары монархтар қатты қиянат жасаған болатын. Кейіннен құжатқа өзгертулер енгізілді. 17 ғасырдың ортасында ағылшын революциясы кезінде хартия тәждің шексіз билігіне қарсы саяси еркіндіктің символына айналды. 1689 жылы Англия парламенті құқықтар туралы биллді қабылдағаннан кейін азаматтар одан да көп құқықтарға ие болды. Бұл құжатта қазірдің өзінде сөз пікірталас бостандығына, патшаға өтініш беру бостандығына, қатыгез және шектен тыс жазадан қорғауға, жеке меншікті қорғауға кепілдіктер бар. 1789 жылы ұлы революция шарпыған Франция ең маңызды құжат 17 баптан тұратын адам және азамат құқықтарының декларациясын қабылдады. Атап айтқанда, екінші мақалада әрбір саяси одақтың мақсаты адамның табиғи және ажырамас құқықтарын қамтамасыз ету. Олар бостандық, меншік, қауіпсіздік және қысымға қарсы тұру деп айтылған. Ал енді адам құқығы деген тіркес абстракты ұғымнан болудан қалып, мемлекеттің ең басты заңы Конституцияның бір бөлігіне айналды. 1789 жылы американдық саясаткер және ақштың болашақ 4-ші президенті Джеймс Мэдисон Конгреске ақш конституциясына түзетулер енгізуді ұсынды. Түзетулер пакеті құқықтар туралы билл деп аталды. Құжат 1791 жылы күшіне енді және содан бері американдық бірегейліктің ажырамас бөлігі болды. Онда адам құқықтарын жариялайтын баптардан басқа қару ұстау құқығы туралы екінші түзету бар. Бұл құқық қазіргі Америкада көптеген қарама-қайшылықтарды тудырады. Бірақ бұл сәл басқа әңгіме. Бірақ негізгі түзетулерге қайта оралайық. Олар бар болғаны оң ғана. Олар ел азаматтарының сөз бостандығына, діни сенім бостандығына, баспасөз бостандығына, жиналыстар бостандығына, өтініш білдіру құқығына, әділ сотта қарауға, жеке меншікті қорғауға, сонымен қатар шамадан тыс және қатыгез жазаларға тыйым салуға кепілдік береді. Біздің не қатысымыз бар деп сұрайтын шығарсыздар. Бұл құжаттардың барлығы 1948 жылы Біріккен ұлттар ұйымы қабылдаған адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының прототипіне айналған. Сол кезде енді ғана аяқталған екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жасалған мүмкін емес қатыгез қылмыстар әлемдегі адамдардың азаматтық жағдайына қарамастан жалпыға бірдей құқықтары туралы келісімге келу қажеттілігіне итермеледі. Бүгінгі таңда 30 баптан тұратын Біріккен ұлттар ұйымының декларациясы адам құқықтарын қорғаудың негізгі құралы болып табылады. Бұл әлемдегі ең көп аударылған құжат. 2018 жылы мәтін 500-ге жуық тілге аударылған. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы кеңестік сипатта болып табылады. Бірақ практикалық жылдар ішінде оның ережелері норма шегінде нормаға айналды. Сонымен қатар, декларация қабылданғаннан бері Біріккен ұлттар ұйымы кемсітушілікке қарсы көптеген құжаттарды әзірледі. Осы құжаттарды ратификациялау арқылы Біріккен ұлттар ұйымының әрбір мемлекет мүшесі өзіне нақты міндеттемелер алды. Мысалы, әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы конвенция, немесе мүгедектердің құқықтары туралы конвенция. Бұл екі құжатты да Қазақстан ратификациялады. Яғни, мемлекетіміз елімізде бірде-бір әйелді немесе мүгедек жанды кемсітпейтіндей жағдай жасау міндетін алды. Қалай екен?
адам және азамат құқықтарының декларациясында, Америка құқықтары туралы Биллде, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясында философтардың ғасырлар бойы өз еңбектеріне дамытқан табиғи құқық туралы идеяларға негізделген, әсіресе 18 ғасыр ойшылдары. Сіздер оларды білетін шығарсыздар. Уолтер, Джон Лок және тағы басқа. Ежелгі дәуірден бері адам құқықтарының табиғи шығу тегі туралы жазып келген философтар ешбір мемлекет адамның құқықтарының бұл күшін жоя алмайды немесе тартып ала алмайтынын білдірген. Ал мемлекет бұл құқықтардың қайнар көзі емес. Адам азаматтығына қарамастан осы құқықтардан туады. Оның үстіне азаматтығы жоқ адамдардың да құқықтары бар. Біздің күндерге де келетін кез келді. Қазіргі әлемде адам құқығының философиялық мәні ғана емес, сонымен қатар құқықтық мәні де бар. Бұл жасына, жынысына, нәсіліне, дініне, тіліне, жынысына және жыныстық ерекшелігіне, ұлтына, сеніміне және мүліктік жағдайына қарамастан барлық адамдар тең екенін білдіреді. Яғни, орта жастағы үйсіз ер адам, әрі корпорацияның мұрагермен, ал қыз лесбиянка министрмен бірдей құқыққа ие. Ұзақ уақыт бойы тізімдеуге болады, бірақ мәні түсінікті деп ойлаймыз. Және ешкімді де құқығынан айыруға болмайды. Дегенмен, белгілі бір құқықтар шектелуі мүмкін ерекше жағдайлар бар. Мысалы, егер адамды қылмыс жасады деген айыппен сот кінәлі деп танылса, бостандық құқығы бар. Бірақ бұл тек заңды тәртіпке сәйкес болу керек. Олар қалаған уақытта түрмеге жабуға, адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 9 бабына сәйкес негізсіз қамауға алынуы, тұтқындалуы немесе жер аударылуы мүмкін. Бұл барлық құқықтардың өзара байланысы туралы. Маңызды немесе маңызды емес құқық жоқ. Олардың барлығы лайықты өмір сүру үшін қажет. Адам құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуде құқық қорғау ұйымдары, үкіметтік емес ұйымдар, ÜЕО, белсенділер, қайырымдылық қорлары маңызды рөл атқарады. Ал енді назар аударыңыз. Адам құқығы сақталатын елдерде азаматтар адам құқықтары жүйелі түрде бұзылатын елдерге қарағанда орташа есеппен жақсы өмір сүреді. Өйткені қазіргі экономика мемлекетке емес, жеке адамдарға бағытталған, халықсыз мемлекет болмас еді. Адам құқығы ерекше орын алатын елдердің заңдары адамдарды шектемейді, олардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамтамасыз етеді. Азаматтар өз кәсібін ешкімнен тартып алмайтынына, қажетті құжаттарды алу үшін пара беруге мәжбүр болмайтынына, мемлекеттік жүйенің ашық және есеп беретініне сенімді болу үшін керек. Мұндай қоғамдағы адамдар жақсы білім алып, жұмысқа орналаса алады, немесе өз кәсібімен айналыса алады. Ал бұл елге өте тиімді. Өйткені ел азаматтары осы елдегі көптеген ұйымдар мен компаниялардың жұмысына қосқан үлесі арқылы, салық арқылы мемлекетті қолдайды. Демек, елде қаншалықты бақытты, бай, саналы адамдар көп болса, соғұрлым ел бай болады. 2014 жылы Массачусетс Амхерст университетінің бір топ зерттеушілері ЛГБТ қауымдастығының адамдарының құқықтарын басып жаншу экономикаға ЖЭУ шығынының 1,7% құрайтын мәліметтерін ұсынды. Бұл еңбек өнімділігінің төмендеуіне байланысты. Теріс және дұшпандық көзқарастар салдарынан гейлер, лесбияндар, транс тұлғалар және бинарлы емес адамдар жұмысқа орналасуда және білім алуда қиындықтарға тап болады. Ал заң үстемдігі нақты тәжірибе болып табылатын елдер шетелдік ірі инвесторлар мен халықаралық корпорациялар алдында әлдеқайда тартымды. Заңның үстемдігі мен адам құқықтарының сақталуы олардың осы елдердегі капиталының қорғалатындығының көрсеткіші болып табылады. Енді адам құқықтары ешбір жағдайда, ешқашан, ешкімде сақталмайтын қоғамды елестетіп көрейік. Адамды өлтіру және жазадан құтылу оңай. Кез келген адам сіздің үйіңізге келіп, бұл олардың үйі деп айта алады. Сізді кадр бөлімінде немесе халыққа қызмет көрсету орталығында сіз оларға ұнамағандықтан жұмысқа орналасудан, тіпті құжаттарды рәсімдеуден бас тарту мүмкін. Сіз әділдікке қол жеткізе алмайсыз және өз өміріңізге, мүлкіңізге және жеке басыңызға қол сұғудан қорғай алмайсыз. Өйткені мұндай қоғамда әділ және бейтарап сот жүйесі жоқ. Тәртіптен нашар болады. Сондықтан билік пен жоғары лауазым болмаса, полицияның да көмектесуі екіталай. Бұл қоғамда денсаулық сақтау құқығы сақталмайды. Өйткені елде азаматтар үшін сапалы және қол жетімді денсаулық сақтау жүйесі жоқ.
вакциналар жоқ, аурулар және жоғары өлім-жітім белең алуда. Сіз тіпті азаматтық құқықтарыңызды ел басқаруға қатысу құқығын пайдалана алмайсыз. Өйткені мұндай қоғамда әділ сайлау болмайды. Ал бұл бұлықтар туралы ешкім жазбайды да. Өйткені сөз бостандығы жоқ. Демек, тәуелсіз шынайы журналистикада жоқ. Терең жер астында отырмаса. Сонымен тоқтайтын кез келді. Әйтпесе, бұл бір елге ұқсап бастады. Бізге берілген құқықтарды қабылдауымыз көп жылғы тәжірибе мен адам құқықтарын сақтаудың нәтижесі. Ал жалпыға бірдей декларация кеңестік сипатта болғандықтан, кейбір елдерде адам құқықтары толығымен мойындалса, басқаларында жартылай ғана мойындалады. Әскери операциялар жүргізілетін аумақтарда әдетте адам құқықтарының жағдайы өте нашар. 2021 жылы көптеген Африка елдерінде, Газа секторында және Сирияда әскери қақтығыстар орын алды. Бейбітшілік сақталған елдерде де адам құқығы бұзылады. Егер біз бұл елдердің тізімін айтып бастасақ, онда бұл бейненің уақыты жеткіліксіз болады деп қорқамыз. Танымал бірнешеуін айтып өтейік. Олар Солтүстік Корея, Қытай, Ресей, Беларусь, Венесуэла және Ауғанстан. Қазақстанда да адам құқығы тұрақты түрде бұзылады. Бұл бұзушылықтар терең жүйелі сипатқа ие. Мысалы, елде гомосексуалдық некеге тыйым салынады. Бұл барлық деңгейде ЛГБТИ қоғамның кемсітуіне негіз жасайды. Ашық түрде сүю және отбасын құру мүмкіндігінен айырылғаныңызды елестетіп көріңізші. Және бұл тек қарым-қатынасқа қатысты емес. Бұл тыйымның өте айқын заңдық шектеулері бар. Адамдар ресми ерлі зайыптылар болмаса, мүлікті мұраға ала алмайды және неке шартын жасай алмайды. Түрмеде ұзақ уақыт көрісуге рұқсат ала алмайды. Немесе реанимациядағы жақын адамына бара алмайды. Сөз бостандығы, бейбіт жиналыстар мен үкіметке қатысу құқықтарын сақтауда жағдай бұдан жақсы емес. Азаматтық белсенділер мен оппозициялық саясаткерлердің Алматыда, Нұр-Сұлтанда және еліміздің кез келген басқа қаласында бейбіт шеру өткізуге жасаған кез келген әрекеті полицияның азаматтарға қарсы бұрын-соңды болмаған зорлық-зомбылығына айналды. 2019 жылы бейбіт шерулерге белсенділер мен қатысушылар ғана емес, журналистер шықпайтын кезде шыққан, дұрыс емес жерде жүргендерде автозактарға мініп кетті. Осы жылдың сәуір айында ақш-тың Қазақстандағы елшілігі Қазақстандағы адам құқықтарының 2020 жылға арналған жағдайы туралы көпбеттік баяндамасы жариялады. Онда азаматтық белсенділердің бірі Дулат Ағаділдің уақытша тергеу изоляторындағы өлімі, елдегі жатақханалардағы азаптаулар, мемлекеттік қауіпсіздік анықтамасын әзірлеу және енгізу, сөз және журналистер бостандығына шабуыл, интернетті бұғаттау және сол сияқты атап айтылды. 2021 жылы Қазақстан БОО кезінде адам құқықтары жөніндегі кеңеске енді. Бұл БОО аясындағы халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымы. Бір сөзбен айтқанда, кеңестің мәні бүкіл әлемде адам құқықтарын насихаттау және қорғау болып табылды. Қазақстандық құқық қорғаушылар еліміздің адам құқықтары жөніндегі кеңеске мүше болу туралы ойлары қате шығар. Өйткені бұл мемлекет азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына деген көзқарасының нақты көрсеткішінен гөрі имидждік оқиға сияқты болып келеді. Айтпақшы, БОО 2006 жылы кеңестің бірінші құрамына Сауд Арабиясы, Қытай, Әзербайжан, Пәкістан және Кубаны кеңеске мүше болған үшін сынға ұшыраған болатын. Бұл елдерде құқық қорғаушылардың пікірінше адам құқығы жаппай бұзылады. Олай болса, адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы заңды түрде бекітілмеген болса, адам құқықтарын неге сақтау керек? Біріншіден, олардың көпшілігі Конституцияда бекітілгеннен. Қараңыздар, Қазақстан Республикасы Конституциясының 12-ші бабында елімізде адам құқықтары мен бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі деп көрсетілген. Адам құқықтары мен бостандықтары туғаннан бастап әркімге тиесілі, абсолютті және ешкімнен ажырағысыз деп танылады. Заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуын анықтайды. Сонымен қатар, Қазақстанда шетел азаматтары да құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады. Ал жалпы, еліміздің бас заңының 2-ші бөлімі түгелдей адам құқықтарынан тұрады. Демек, адам құқығы батыстың немесе жорғалаушылардың бізге жіберілген нәрсесі емес екен.
Адам құқығы Қазақстан азаматтарының 1995 жылғы референдумында жасаған туынды. Ал мемлекет елде адам құқығының бұзылуына жол бермей, сонымен қатар адам құқықтарының бұзылуының көзіне айналмау үшін бұл таңдауды қорғау керек. Қазақстанда президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия елде адам құқықтарының қалай сақталатынын бақылайды. Сондай-ақ біздің құқықтарымыз бен бостандығымыздың күзетшісі болып табылатын адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық және адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметі бар. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметін қазір Эльвира Әзімова атқаруда. 2021 жылы 11 айдың ішінде қазақстандықтар адам құқықтары жөніндегі уәкілдің атына 1614 шағым түсірген. Орташа алғанда бұл айына 146 шағым. Көбінесе қазақстандықтар прокурорлар мен полиция қызметкерлерінің әрекеті мен әрекетсіздіктеріне шағымданған. 298 шағым түскен. Түзеу мекемелерінде азаптауларға ерекше көңіл бөлінеді. Өйткені Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл азаптауға және қатыгездікке қарсы ұлттық алдын алу тетігінің жұмысын үйлестіреді. Түзеу мекемелеріндегі құқықтардың бұзылуына қатысты 163 шағым түскен. Кейбіреуіне бақылаулар жоспарланады. Кейде олар нәтижеге де әкеледі. Мәселен, биыл Ішкі істер министрлігінің 7 қызметкері азаптау фактісі бойынша сотталды. Бірақ та түсіну керек, адам құқықтары жөніндегі уәкілдің кеңесі ұсыныстар жасайды. Кеңсе өзі шағымдарды қабылдайды, қадағалайды, оларды қарайды және тексеруді бастайды. Бірақ құқық қорғау жүйесі өзгермейінше жүйелі өзгерістер мүмкін емес. Мысалы, кеңсе берген 1201 ұсымның Ішкі істер министрлігі небәрі 240 ұсынысын орындаса, 926 ұсыныс орындалуда, 35 ұсыныс министрлікпен мүлде қабылданбаған. Сондай-ақ, қазақстандықтар БАО-ның адам құқықтары жөніндегі комитетіне жүгіне алады. Комитет өтініштерді қарайтын және олар бойынша шешім қабылдайтын тәуелсіз халықаралық сарапшылардан тұрады. Бірақ бұл процесс тез емес. Комитетке жүгіну үшін адам Қазақстандағы барлық сот инстанцияларынан, жергілікті соттан, жоғарғы соттан, бас прокуратурадан өтуі керек. Адам құқықтарының шынымен бұзылғаны туралы дәлелдемелерді жинау керек. Егер мұның бәрі болса, онда сіз мемлекетке қарсы шағыммен комитетке жазаласыз. Айтпақшы, 2020 жылдың қаңтарында Қазақстан біріккен ұлттар ұйымының азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактісіне екінші факультативтік хаттаманы ратификациялады. Бұл 20-ға жуық жыл мораторий болған елде өлім жазасын алып тастау процедурасының басталғанын білдіреді. Яғни үкімдер шығарылады, бірақ олар орындалмады. Сонымен, желтоқсанда Қазақстан Сенаты заңнамаға терактілер немесе бейбітшілік пен адамзатқа қарсы ауыр қылмыстар үшін өлім жазасын алып тастайтын түзетулерді қабылдады. Қазақстанда өлім жазасына кесілген соңғы адам 2016 жылы Руслан Күлекбаев болатын. Қазір Қазақстандағы ең ауыр жаза өмір бойына бас бостандығынан айырылу. Ал бұл адам құқығының сақталуына жасалған үлкен қадам. Жақын болашақта Қазақстанда ерекшеліксіз барлық адамдардың құқықтары таңылып, қорғалады деп сенеміз. Қағаз және сөзбен емес, іс жүзінде. Бірақ біздің белсенді тарапымыздан талап болмаса, ештеңеде іске аспайды. Сондықтан өз құқығыңызды біліңіз, басқалардың құқығын құрметтеңіздер және мемлекеттен де соны талап етіңіздер. Баршаңызға оқулық.